Баршаңызға ассалаумағалейкум достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін менде еттің қамырын илеп және де оны қалай жаю керек екенін өз кеңесімнен бөлісейін деп отырмын. Міндетті түрде көріңіздер. Видеоның соңына дейін лайк басып, комментарий қалдырып отырыңыздар. Осындай әдем болып жайылып шығады. Бізге електен өткізілген ұн, жұмыртқа, сонымен қатар салқын тастай су және де тұз қажет болады. Тұзды көбіректеу салып, өткірлеу қып салып, және де тастай салқын суымызға араластырып аламыз. Егер де суларыңыз жылы болса, қамырларыңыз қайнау барысында езіліп, жабысып қалуы мүмкін. Сондықтан барынша тастай суға илегендеріңіз жөн. Барлығын көз мөлшерімен алып жасадым. Егер де адам санына қарай азайтып немесе көбейтіп қамыр илесеңіздер болады. Бізде қамыр қатты болып иленеді, еш қорықпаңыздар. Иленген қамырымызды 1-1,5 сағатқа целлофанға салып қойып қоямыз. 1-1,5 сағаттан кейін біздің қамырымыз әдемі болып июі қанады. Сол аралықта арасында қамырларыңызды басып илеп қойып тұрсаңыздар болады. Мінекей біздің қамырымыз демалып болды. Енді үстіне ұн себелей отырып, осылай қолымыздың көмегімен қамырымызды жұмсартып аламыз. Онан кейін оқтаумен шет-шетінен бастап жаятын боламыз. Сонда біздің қамырымыздың ортасы жыртылмай тегіс жайылатын болады. Және де өзімнің бір тактикамен бөлісейін деп отырмын. Мен қамыр жаятын кезде постоянно 2 аяғымды тік ұстап, иығымды көтеріп, бар күшімді аяққа салып, солай жаямын қамырды. Сонда қолым талмайды, мойным, иығым ауырмай, жеңіл жаятын боламын. Сол кезде қамырларыңызда доп-домалақ болып әдемілеп жайылады. Ал қалай болса солай тұрып жайсаңыздар, қамыр да солай қисық болып жайылады. Сіз сол туралы біліп пе едіңіз? Комментарийға жаза отырыңыз. Мінекей біздің қамырымыз әдем болып жайылды. Енді осыны қайнап тұрған суға 3-4 минутта пісіріп алсаңыздар болады. Міндетті түрде жасап, илеп көріңіздер. Қамырларыңыз жеке-жеке дара-дара болып пісіп шығады. Қатты жұқа емес, қатты қалың қылмай, орташа қылып жаятын боламыз. Міндетті түрде каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырып қойыңыздар. Видеоларым ұнаса, жақындарыңызбен бөлісіп қойыңыздар.